Саламатсыздар ма? 7 сынып оқушылары геологиялық химиялық қосылыстар бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Жалпы оқушылар 4 тапсырма беріледі және барлық тапсырмаларға 9 балл қойылады. Бірінші тапсырма: кен ұғымына анықтама беріңіз. Кен дегеніміз оқушылар құрамында металдар мен олардың қосылыстары бар таза металдарды техникалық жолмен бөліп алуға болатын минералдар мен жыныстар. Келесі екінші тапсырмада минералдар және олардан алынатын металдарды сәйкестендіріңіз. Мұнда бізде металдар берілген, мұнда минералдар берілген. Сәйкестендіретін болсақ, мыс пен малахитті, темір мен перитті және гематитті сәйкестендіреміз, натрий мен галитті және алюминий мен бокситті сәйкестендіреміз. Сонда А2, Б3 және 5, С4, Д1 болады. Келесі үшінші тапсырмада Қазақстанда көп көлемде өндіретін табиғи ресурсқа мысал келтіріп, оны өндіретін кен орнын атаңыз. Оқушылар, Қазақстанда көмір, мұнай, мыс, темір және бұдан да бөлек табиғи ресурстар өндіріледі. Мыс кен орындары Жезқазған, Қоңырат, Саяқ. Темір кен орындары солтүстік Қазақстанда Лисаков, Соколов, Сарыбай. Мұнай кен орындары Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында орналасқан. Көмір кен орындары Қарағанды, Павлодар және Қостанай облыстарында орналасқан. Келесі оқушылар, соңғы тапсырма: металды өндіру барысында оның қоршаған ортаға тигізетін әсерін сипаттаңыз. Оқушылар қоршаған ортаға тигізетін әсеріне өздерінің ойларында қосып жазсаңдар болады, немесе былай жазуға болады. Шикізатты жағып өңдеу барысында атмосфераға иіс газы, күкірт газы, сынап, мышак, қорғасын сияқты ластаушылар тасталады. Бұл қалдықтар тыныс алу жолдары арқылы адам ағзасына, қышқыл жаңбыр арқылы топыраққа және суларға қосылып зиян келтіреді. Металлургияда қолданылған сулар әртүрлі қоспалармен қанығады. Осы сарқында суларды су қоймаларына төгер алдында тазартылмайды. Бұл жер асты, жер үсті суларын, топырақты ластайды. Сонымен оқушылар, берілген 4 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Түсінбеген сұрақтарың болса комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Жалпы оқушылар, химия пәнінен бөлек каналымда физика, алгебра және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Сау болыңдар.